Саламатсыз ба, апай? Бүгін Н әрпін өтеді екенбіз, я? Н әрпінде бұл суретте не болып жатыр деп ойлайсың дейді. Қара, мектеп асханасы дейді. Мектеп асханасында тамақ жемес, қолды жуып, сабындап жуып, кейін маяққа тұрып жуып, стөлге алып, столдың үстіне қояды. Столдың үстінде не бар? Столдың үстінде нандар бар, бокал бар. Болды, түсінікті. Ал екінші тапсырмада қайталап айт дейді. Н дыбысы бар сөзді тап дейді. Нан қиқымын шашпаңдар. Нан қиқымын шашпаңдар. Жерде жатса баспаңдар. Жерде жатса баспаңдар. Торғайларға беріңдер. Теріп алып қастерлеп торғайларға беріңдер дейді. Н әрпі бар сөзді табайықшы. Нан, я? Нан, я? Балалар не істеп жатыр мына жерде суретте, қарашы. Балалар сабақ оқып болған соң, мына жердегі нанды алып, торғайға беріп, бөпесіне, мамасына беріп, сондайдың бәріне беріп. Торғайларға беріп жатыр, я? Ал үшінші тапсырмада Н әрпімен таныс дейді. Н әрпімен таныс дейді. Екі тіреуі басқышы біреуі дейді. Екі тіреуі басқыш біреу екен, я? Н әрпін бейнесін ермек саздан жаса дейді. Біз немен жасадық? Бумагамен жасадық, я? Түрлі түстімен. Ал тышқанды Н әрпі бар сөздерді арқылы үніне жеткіз дейді. Мына жерде Н әрпі бар нені тапшы, не бұл? Үн. Мына жоқ, мынау жоқ, мынау. Үн, я? Үнде бар екен, я? Жарайсын. Әріп? Н, я? Жарайсын. Қандай әріп жаздық? Біз Н әріпін жаздық, я? Сосын не істедік? Бірге Н әріпін жасадық, я? Н әріпін жасадық. Н қандай әріптер енді? Сау болыңыз, апай. Сабақ көңілді өтті.